Саламатсыздар ма оқушылар? Сабақты бастамас бұрын мына суреттерге назар аударыңдар. Тақырыбын анықтау үшін сабақтың. Әрине, сендер өте дұрыс таптыңдар. Бүгінгі сабағым тақырыбы бәйтерек. Әрине, елорданың символы, бәйтерек монументі туралы өтеміз бүгінгі сабағымызды. Жақсы, балалар, сендер білесіңдер ме? Нүсіпбек Айтиевтің «Бәйтерек» деген поэмасы бар. Бүгінгі тақырыбымыз осы Нүсіпбек Айтиевтің «Бәйтерек» деген поэмасын оқимыз. Әрине, поэманы оқымас бұрын осы біздің еліміздің ең алғашқы ғимараты ретінде бәйтерек салынған болатын Астанада. Осы бәйтерек туралы біз не білеміз? Алдымен сабақтың тақырыбымен танысып кетейін. Бұл сабақ бізде 4 сабақ түрінде болады. Сондықтан да бүгінгі біздің бірінші мақсатымыз сабағымыздың айтылым, тыңдалым материалдар арқылы шығарманы анықтау тақырыбын. Қазір кітаптарымызды ашамыз. Мәңгілік ел мұратым тақырыбын тарауына бастайын деп жатырмыз біз. Осы кітаптың басындағы сұрақтарға жауап берейік. Бірінші сұрақ былай тұр мінекей. Сұрақтың жауабын WhatsApp желісі арқылы жауап береміз. Мысалы, WhatsApp желісінде бірінші сұрақ болып тұр. Бұл проектіні бәйтеректің кім жасаған? Бірінші сұрақ дұрыс, мінекей Арай жауап беріпті. Бәйтеректің проектісін елбасы Нұрсұлтан Назарбаев бір түнде схемасын құрап шыққан екен. Осындай сұрақтарға жауап береміз. Жақсы. Содан соң балалар, осы бәйтеректің жалпы шығу тарихын білу үшін біз сіздермен арғардай мен ссылка бердім WhatsApp'та. Осы ссылка бойынша бәйтерек туралы аңызды оқып шығамыз. Міндетті түрде бәйтерек туралы аңызды өтіп шығамыз. Содан соң WhatsApp желісінде байқасаңдар, мен сендерге бейнеролик жібердім. Жалпы осы бәйтерек мінекей бейнероликтер. Осы бейнероликті міндетті түрде мұқият қараймыз. Және де критерийлер бұл бейнероликті қарағанда міндетті түрде деректерді, сосын дәйектерді міндетті түрде есте сақтауларың керек. Демек, факт пен аргументтерді. Не үшін? Осы сабақтың аяғына дейін осы бейнеролик тұрады. Сабақтың аяқталғаннан кейін мен бейнероликті алып тастаймын. Осы бейнероликтегі деректер мен фактілер мен аргументтер негізінде үйде сендер есте жазасыңдар. Баршамыз Астанаға барғанда бәйтеректе болдық, міндік бәйтерекке. Эссенің тақырыбы «Менің көрген бәйтерегім» деп аталынады. Бұл үй тапсырмасы болады. Жақсы, жұмыстарыңа сәттілік тілеймін.